Семей қаласында таңғы сағат 7:00-ден бастап дауыс беру басталды. Номер 84-ші сайлау учаскесіне халық көптеп келді. Дауыс беруге алғашқы келгендерге сыйлықтар табыс етілді. Бірінші болып 18 жасқа енді толған Әлихан Бөкейхан университетінің екінші курс студенті Данара Асқарбекова дауыс берді. Осы сайлау учаскесінде алғашқылардың бірі болып, халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті Орал Шәріпбаев та өз дауысын ұсынды. Өте бақытты күн, себебі таңертең 7-тен бастап жастарымыздан бастап қарияларымызға шейін ақ жаулықты аналарымыз, аталарымыз барлықтар таңертең 7-тен келіп жатыр. Осының бәрі мынау бүгінгі күніміздің ажалатынына құсауланған бейбітшілік атымға бақтарған күн бүгін. Ең бастысы жаңа Қазақстанның стратегиялық саясаты жақсылыққа бара жатқан референдумды ел түсініп отыр. Өздеріңізге Шәкәрім атамыздың бұдан басқанын өзгерек демектер бүгінгі референдум ол басқа референдум өзгерек. Номер 84-ші сайлау учаскесі комиссия төрайымы Айнұр Мұратханның айтуынша, учаскеде 1484 сайлаушы тіркелген. Үй жағдайында өтініш бергендердің саны 52 адам, 18 жасқа толып, алғаш дауыс беретіндердің саны 50. Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев Семей қаласындағы номер 93-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Дауыс беруден кейін аймақ басшысы шараның ел үшін маңызын атап өтті. Аса күрделі мәселені президент халықпен бірге ақылдаса отырып шешуді айтты. Абай облысы бойынша 474 сайлау учаскесі ашылып, заңға сәйкес жұмыс істеуде. Дауыс берушілердің көңіл күйі жақсы, Абай елі берекелі бірлігін көрсетіп, осы науқанды абыроймен өткізсе деген сенімдемін деді облыс әкімі. Семей қаласының тұрғыны Сергей Жданов өзінің конституциялық құқығын пайдаланып, инфо-такси арқылы номер 64-ші сайлау учаскесінде өз таңдауын жасады. Ол екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азамат. Айта кетейік, Семей қаласының сайлау учаскесінде мүмкіндігі шектеулі жандар үшін барлық жағдай жасалған. Референдум учаскесінде құлаққаптар, Braille қарпінде орнатылған сайлау туралы ақпараты бар арнайы папка, қосымша жарықтандыру, ұлғайтқыштар, сурды аудармамен қамтамасыз етілген. Абай облысы мәслихатының төрағасы Қуаныш Сүлейменов республикалық референдумға отбасымен келіп, номер 96-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Мәслихат төрағасының айтуынша, бүгінгі таңда орын алып жатқан өзгерістер еліміздің жаңа белестерге көтерілуіне жол ашады. Әрбір азаматтың таңдауы Қазақстанның болашағын қалыптастырудағы маңызды қадам. Аталған учаскеде 2000-ға жуық адам тіркелген. Үйге 23 дауыс беру парағы жіберіліпті. Биыл 22 жас азамат алғаш рет дауыс беріп, өз таңдауын жасаған. Ешқандай құқық бұзушылық тіркелмепті. Қол ұстасқан жас жұбайлар референдумға дауыс беру үшін Семей қаласының номер 44-ші орта мектепте орналасқан номері 42-ші сайлау учаскесіне келді. Дарын Ермеков пен жұбайы Шырын Ермекова айтулы күні өз таңдауларын жасады. Аягөз қаласы Қозы Көрпеш Баян Сұлу мәдениет үйінде орналасқан номер 204-ші сайлау учаскесінде оркестр қазақи нақыштағы ән орындады. Оған мәдениет үйінің өнерпаздары атсалысты. Түрлі аспаптардың өнерпаздарынан құралған оркестр өнерпаздары сайлау учаскесінде ән салып, дауыс берушілерге шаттық көңіл күй сыйлады. Бұл бастама сайлауда тұрғындардың санын ұлғайтуға ықпал етеді. Көкпекті ауданының белгілі өлге танушысы Қайрат Мәлікаджар бүгінгі республикалық референдумға қатысып, өз таңдауын жасады. Ол елдің болашағы үшін маңызды саналатын саяси шараға ерекше мән беріп, өз азаматтық борышын орындады. Қайрат Мәлікаджар аудан тарихын зерттеумен және мәдени мұраларды сақтаумен айналысатын елге танымал тұлға болғандықтан, оның қатысуы жергілікті халық арасында үлкен құрмет пен қолдауға ие болды. Республикалық референдум аясында Ақсуат ауылындағы сайлау учаскесінде ерекше атмосфера орын алды. Ақсуат мәдениет үйінің өнерпаздары сайлаушыларды ән шырқап қуанышпен қарсы алды. Аудан бойынша барлығы 23 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Олардың ішінде Ақсуат ауылындағы учаске ерекше көзге түсті. Мұнда 11701 азамат дауыс беруге құқылы. Сайлаушылар таңертеңнен бастап өз таңдауларын жасау үшін келіп, белсенділік танытты. Дауыс беруге белсене қатысқандардың қатарында қоғам белсендісі IT және жаңа технологиялар жоғары колледжінің директоры Оралхан Сартаев та болды. Оралхан Сартаевтың айтуынша, референдумға қатысу міндет емес, барша адамзатқа борыш. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы Семей таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.